Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай бір әдемі көбелекті жасап көрсетіп үйретемін. Менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге бүгін қол насосы, қайшы және 260 өлшемдегі 3 ұзын шар қажет. Ең алдыменен көбелектің қанатын жасап алайық. Шарды насоспен үрлейміз. Видеодағыдай аздап ауасын шығарып, шарды байлаймыз. Аздап ауасын шығарсақ, шар жұмсарады. Өзімізге жұмыс істеуге өте ыңғайлы болады. Шардың екі ұшын біріктіріп байлаймыз. Мана осындай әдемі сақина болып шыға келеді. Енді шарды 8 санына ұқсатып екіге бөлеміз. Бір бөлігі кішілеу, бір бөлігі үлкендеу болады. Видеодағыдай қарап отырсаңыздар, көрінеді өзі. Бөліп, айналдырып бұраймыз. Енді түйіскен жерге жинаймыз қанаттарын. Түйіскен жерге алып келдік міне. Енді тура сол жерін қысып, айналдырып бұраймыз. 2 рет бұрап айналдырсақ жеткілікті. Екі жоғарғы қанатын өзімізге қарай қаратамыз, әдемілеп. Қанаттар дайын болды. Енді ақ шармен кеудесін жасаймыз. Ол үшін насоспенен үрлеп аламыз. Аяғына дейін үрлемесек те болады. Ауасын шығарамыз, байлаймыз. Видеодағыдай бір бөлігін алып бұраймыз. Оны бекітеміз жақсылап. Енді көбелектің кеудесінің ұзындығын өлшеп аламыз. Сол өлшемінен тағы да бір бөлікті бөлеміз. Бір бұраймыз, екі бұраймыз. Және бекітеміз міне. Қалған артық шарды ауасын шығарып, кесіп алып тастай саламыз. Мінекей көбелектің басы менен кеудесі дайын болды. Енді көбелектің мұртын жасаймыз. Ол үшін ШДМді екіге бөлеміз. Қақ ортасынан.
бөлінген жерін байлаймыз. Аздап қана үрлейміз. Артық шарларды кесіп алып тастайсыз. Біріншісі дайын болды, енді екіншісіне кірісеміз. Енді екінші жартысын үрлейміз. Дәл сондай қылып үрлеп, ауасын аздап шығарамыз. Байладық, енді артық жерін алып тастадық. Шардың. Екеуін айқастырып байлаймыз. Міне, көбелектің тағы да бір элементі дайын болды. Бас жағына бекітеміз. Осындай әдемі көбелектер кез келген мерекелік безендірулерге әдемі элемент болып табылады. Қолдауларыңызды күтемін. Назарларыңызға көп рахмет. Қоңыраушаны басып кетіңіздер.